Баршаңызға қайырлы күн. Арнама қош келдіңіздер. Видео ұнаса, видео астында жүрекшені басып, пікір қалдырып, арнама тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Алдын ала рахмет. Бүгін біз тұтас тауықтың етін духовкада пісіретін боламыз. Ол үшін осындай тауықты алдын ала жуып, тазалап, дайындап қоямыз. Оған қажетті смесь майонез бен кетчупты араластырып, және қосатын специяларымызды дайындап аламыз. Мен пайдаланған дәмдеуіштер тізімін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Енді тауығымыздың ішін сыртын жақсылап, осылайша әбден жақсылап тұздап аламыз. Мұнан соң осы смеске дәмдеуіштерімізді араластырып аламыз. Көкөністерімізді де алдын ала турап дайындап қоямыз. Енді осы дайындалған сместі тауықтың ішіне және сыртына жетерліктей етіп, молдау етіп жағып шығамыз. Сонан соң дайындап қойған пиязымызды, сарымсағымызды, болгар бұрышын және лимон тілікшелерін, қызанақты барлығын осы тауықтың ішіне сыйғанынша орналастырып шығамыз. Неке тауығымыз дайын болды. Енді осы арнайы ыдысымызға фольга салып, тауығымызды орналастырамыз. Қалған көкөністерді жек-жектеріне әдемілеп қойып шығамыз. Ауысқан смесімізді және де үстінен құйып шығамыз. Бізде жарты лимон қалған еді, соның согын үстінен осылай құйып сығып шықтық. Енді осы фольганы орап, жақсылап жауып, 180 градуста қыздырылған пешке осы тауық етін салатын боламыз. Менде жас тауықтың еті болғандықтан тез піседі, сол себепті 1,5 сағатқа қоямын, әбден жақсылап пісіп шығады. Мінекей тауығымыз дайын болды. Келесі видеода кездескенше аман болыңыздар, ал бізге ас болсын.